Әке отбасының тірегі ғана емес, сәби үшін сенімді қамқоршы. Бала өмірінің алғашқы күндерінен бастап-ақ әкенің араласуы баланың денсаулығы мен психологиялық дамуына ерекше ықпал етеді. Әкенің сәбиімен ерте байланыс орнатуы балада сенім мен қауіпсіздік сезімін қалыптастырады. Жырлама, жаным, жырлама. Папа, Сеня, жүрегі дейді вопрос, да? Сеня. Әкелер үшін қарапайым қадамдар баланы құшақтау, ойнату, бірге серуендеу, сәби дамуына үлкен үлес қосады. Бала дүниеге келген сәт отбасының ең үлкен қуанышы. Сол сәттен бастап ананың да, әкенің де өмірі өзгереді. Әкелер үшін қарапайым қадамдар баланы құшақтау, ойнату, бірге серуендеу, сәби дамуына үлкен үлес қосады. Патронаж медбике осы жаңа өмірдің алғашқы күндерінде отбасына бағыт беретін сенім мен мейірімнің иесі. Әр жаңа өмірдің бастауында мейірім мен қамқорлық тұрады. Сол мейірімнің иесі патронаждық медбике. Патронаж медбике кәсіби білімі мен мейірімді жүрегімен әр отбасының амандығына қызмет етеді. Мейірім мен жауапкершілік оның басты қаруы. Әкені бала күтіміне белсенді қатысуға шақырады. Әке алғаш рет нәрестесін қолына алып, оның нәзік тынысын сезінгенде, өз жүрегінде жаңа жауапкершілік оянады. Әкенің мейірімі баланың өзін-өзі бағалауына, сенімді тұлға болып өсуіне ықпал етеді. Мұндай ортада бала махаббатқа толы болып өседі. Әке баланың алғашқы қаһарманы. Сәби тәрбиесіне әкенің белсене араласуы отбасы бақытының кілті. Әкелер, балаңыз өміріне бүгіннен бастап үлес қосыңыз.